Қыздар, ассалаумалейкум. Бүгін сіздермен бірге мамықтай жұмсақ булочкалар дайындайтын боламыз. Құрамында қамырына сүзбе қосамыз және де салмасына вареную сгущенка қолданатын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз жылытып алған сүтіміздің үстіне ашытқымызды саламыз, қант саламыз. Және де шымшым, тұз саламыз. Енді осының барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толыққанды барлығын араластырғаннан кейін бетін жауып 5 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз сүзбемізді жұмыртқа, қант және де ертілген сары майымызды бір ыдысқа құйып аламыз да шанышқымыздың көмегімен солайынан басып шығамыз. Сүзбеміз бізде бөлме температурасындағы еріп тұрған сүзбе, яғни творог. Осылайынан барлығын араластырып алдық. Енді біздің ашытқымыз міне осылайынан көтерілген шапочка болып, осы сұйықтығымызды сүзбемізге қосамыз, шанышқының көмегімен араластырамыз жақсылап тұрып. Енді осы сұйықтығымыздың үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды аз мөлшерден сала отырып, осылай шанышқымен араластырасыздар. Одан кейін қамырымыз қоюланғаннан кейін қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Бізде қамырымыздың құрамына сүзбе қосылғандықтан қамырымыз өте нәзік әрі дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде дайындап көруге тырысыңыздар. Қамырымыз міне дайын болды. Енді қазір бетін жауып, кем дегенде 1-1,5 сағатқа қамырымызды көтерілуге қойып қоямыз. Бізде 1,5 сағат уақытымыз өтті. Қамырымыз қараңыздар көтерілді. Қазір сіздерге қамырдың жұмсақтығын көрсетейін. Қараңыздар, жұмсақ, мамықтай үлпілдек болып тұрады. Осылайынан қамырымызды алып шығамыз. Астына кішкене құрағын сеуіп аласыздар. Қамырды алып, осылайынан міне сәл ұзыншалау етіп рулет сияқты созып аламыз. Енді өзімізге ыңғайлы болу үшін жұмыс жасауға қамырымыздың ортасынан теңге бір пышақпен бөліп аламыз және де әр бөлігін міне осылайынан рулет сияқты созып аламыз. Енді барлығын бөліктерге бөліп аламыз. Жарты бір бөлігімен де 5 дана шықты. Барлығынан осы қамырдан 10 дана қамыр шықты. Осылай дөңгелек жасап, осылайынан міне қамырымызды жинақтап аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Қамырымыз біздің лүпілдек жұмсақ. Қамырды қойып қоюға керек емес. Бірден осылайынан дайындай берсеңіздер болады. Қамырды жайып аламыз және де бір жақ шеткі бөлігіне вареную сгущенка салып, міне дәл видеодағыдай етіп орайсыздар. Қатты көп салып жүрмесіздер, шамамен бір қасықтай ғана вареную сгущенка салсаңыздар жеткілікті болады. Міне біздің булочкамыздың формасы өте оңай жасалады. Қазір тура солайынан екінші булочканы да жасап сіздерге көрсетейін. Өте оңай. Егер сізде вареную сгущенка болмаса, джем қолдансаңыздар да болады. Ең бастысы сұйық джем болмауы керек. Міне осылайынан салып, екі жақ шетін жабамыз және де міне осылай бір жақ бөлігінен бастап орап шығамыз. Орағаннан кейін ең шеткі бөлігін осылайынан міне қолыңыздың көмегімен шымшып жіберсеңіздер болады. Ашылып кетпес үшін осылаймен шымшып, сол шымшыған бөлікті астыңғы жағына қарай қаратып қоясыздар. Тура осылайынан барлық булочкаларды жасап шығамыз және де бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25 минут шамасында пісіреміз. Біздің қамырды дайындағаннан кейін бетін жауып қоймайсыздар, бірден осылайынан духовкаға салып пісіре берсеңіздер болады. Қалаларыңызша сәмдейсіздер. Мен қант ұнтағын, яғни сахарный пудра сеуіп жатырмын. Осымен біздің булочкамыз дайын болды. Қазір сіздерге жұмсақтығын көрсетейін. Біздің булочкамыз жұмсақ және де өте оңай жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ауызашарға жасасаңыздар да өте дәмді, қонақтарға немесе күнделікті балаларыңызға, үйдегілеріңізге жасап берсеңіздер болады. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.